6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Телетай, досым, жаныма отыршы. Жоқ, менің отырғым келмейді. Осылай жүре беремін. Саған бір сұрақ қояйын. Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде не үшінші орын алады? 9-шы, біздің жер не деген үлкен еді. Я, және біздің елдің әр бұрышы бір-біріне ұқсамайды. Бұл Алматы. Мынау қандай әдемі тау? Бұл Шерғала менің досым. Маңғыстау өлкесінде орналасқан. Маңғыстау? Өй, қайда кетті әлгі кішкентай ақымақ? Мұнда жүрекенсің ғой. Адамдарды қорқытуды жақсы көретін батырым менің. Алақай. Оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Жалғыз көзді дәу қайда, шақырайық балақай. Құдайым-ай, мына жалғыз көзді дәу мені көрсе күнім не болмақ. Мен сондай қорғансызбын. Енелік, жаныңның барында бергел. О, залымдардың залымы, әміршім, супер көмекші, ақылды уәзіріңіз инелік келіп тұр. Ей, мақтана бермей, маған көмектес. Менің жүйрік етігім қайда? Ақылды басыма зақым келіп, көзім қарауытып тұр, әміршім. Өмір сүруге құлқым жоқ. Ей, сұндырасыңдар, тиіспеңдер. Бұл менің коллекциямның ең әдемі жәдігері болады. Бұл мәңгілік алау ғой. Инелік! Мына басында миы жоқ трансформермен жалғыз көзді дәуге мәңгілік алаудың не екенін түсіндір. Сымбатты келбетім бұзылып барады. Неден бастасам екен? Бұл Ақтау деген қала. Құрметті батырлар, мынау мәңгілік алау кешені. Әдемі емес пе? Біздің Алпан әміршіміз оны мыңдаған есе кішірейтіп, өз коллекциясына қойып қояды. Ақтау қаласында мұнда ескерткіштер көп ақ. Қазақ халқы өз батырларын құрметтей біледі. Осылай әдемі ескерткіштер салады. Бұл елдің жауынгерлері мықты. Бізден мықты, бізден күштеме шығар. Алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Мына мәңгілік алауда
мыңдаған есе кішірейтейік, балақай. Жүйрік етіктерім, зымыра. ертегі елінен сәлем жолдаған ел жұртың достарын Әдемсін ай өзінің. Сенің орның мына жер, менің жауһарым. О, әміршім, көрінбейтін адамды алып келдім. Саған қандай жаза қолдансам екен, ә? Әлде сенің көрінбей жүре алатын қасиетіңді тартып алсам ба екен? Түріңді көргім келеді. Бұның аты желгек екен, әміршім. Менің ойымша желгектің құпиясы оның бас киімінде. Егер соны киіп алсаңыз, сіз де көрінбей жүре аласыз деп ойлаймын. Әй, инелі, мен саған көрініп тұрмын ба? Көрінгенде қандай, әміршім? Қазандай басыңыз бен бес қарныңыз бірден көрінді. Қайтсем екен, көзілдіріктен шығар. Сізге сондай жарасады. Барлық әміршілердің ішіндегі ең сән қой, келбетті әмірші болдыңыз. Инелік! Желгек қайда? Енді өзіңіз оның бас киімінде, көзілдірігінде алып алдыңыз ғой. Енді ол бізге мүлде көрінбейді. Мен тауып аламын, табамын. Алпаннан айласын асырып кетер ешкім жоқ. Әміршім, бұл жерден тезірек кеткеніміз дұрыс шығар. Қазақ елінің батыры ертемір кеп қалып тағы да жеңіліп қалмайықшы. Телетай, досым, Алпанның кемесі қай жерде екенін көріп жіберші. Ертемір, жылдамшайық. Алпанның кемесі көкке көтерілейін деп жатыр. Онда маған ілес, мәңгілік алау ескерткішіне қарай. 5 қаруым, дайынсыңдар ма? Жанды жебенің күші, шоқпардың ғаламат соққысы. ертөстігер тарғын ерліктерін жалғаған темір батырым мен болам. Үстіне киген сауыт қолға саймады, епті айлады. Батырды жеңді жаудың күрес майданы. Қандай кішкентай робот. Жек қойсам болатын шығар. Мені жеуге болмайды. Болмайды деймін. Мен Ертемірдің досымын. Құтқарыңдар. ертегі елінен сәлем жолдаған ел жұртың достарын жаудан қорғаған ертөстігер тарғын ерліктерін жалғаған ертемір батырым мен болам. Үстіне киген сауыт қолға сайманы, епті айлады. Батырды жеңді жаудың күрес майданы. Қазақстаннан әйтеуір бір ескерткішті алып кеттім ау. Бақыттан басым айдалып, отыра қалғым кеп тұр. Бұл қалада 300 мың адам тұрады екен, әміршім. Әдемі ғимараттарда көп екен. Әй, ақымақ басым-ай, кімге айтып жатырмын? Әйтеуір қорылдап ұйықтағанды ғана біледі екенсіз. Дала шар, біздің ғаламшарға кеттік. Жылдамдықты дед. Түсінікті, бас уәзір.
Желетай! Далашар ғарыш кемесінің соңына түс! Қуып жет! Бес қаруы өзінде тұрғанда қазақ батырларын ешкім жеңе алмайды. Жалғыз көз, қазір сазайыңды беремін. Адам баласы дәмді шығар. Қарным ашып тұр. Сені де жеймін. Қолыңнан келсе байқап көр. Бер кел қане. Ай, құдайым-ай, Ертемірдің төрт бұрыш басты досы келіп қалды. Енді қайтеміз, әміршім. Әміршім. Маубас, әміршім. Менің атым Бабати. Мен мұнаны алып кетемін. Бұл қазақ елінің ескерткіші. Біреудің затын ұрлау әдепсіздік. Маубас, әміршім-ай. Ұйқыдан басыңыз қалды ма? Оянсаңызшы енді. Оян. Күшті түс көріп жатырмын. Қандай керемет. Ертемір досым, сен білесің бе? Бұл жердің табиғаты менің ғаламшарыма ұқсас екен. Я, қазақтың жерінің жаманы жоқ. Маңғыстау өлкесі ертеде теңіздің асты болған. Шерғала, Айрақты сияқты ерекше таулар сол кезден қалған екен. Мәңгілік алауды құтқаруға көмектескенің үшін рахмет досым. Ей, сендер одан да әлемдегі ең ер жүрек жауынгер. Желгектің аман қалғанына қонбайсыңдар ма?